Сетевой бизнеста табысқа, сәттілікке жету үшін біз ең алдымен сетевойды таңдағанда көп нәрсеге мән беруіміз керек. Көп нәрсеге мән бермей қаламыз да, кейін өкініп жатамыз. Анасы дұрыс болмады, мынасы дұрыс болмады деген сияқты. Мен Гаухар Раисова, 16 жылдық тәжірибесі бар, топ жарған сетевик практик ментор ретінде өзім сетевой бизнесті қалай таңдау керек екенін, басымды бірнеше мәрте қиындықтарға соққаннан кейін өзімнің пазлымды құрастыратын деңгейге жеттім. Қандай пазл, мен сіздерге қазір түсіндірем. Мынау жалпы сетевой бизнес дейтін болсақ, сол пазлда біз 4 критерийге мән беруіміз керек. Бірінші критерий ол компания. Міндетті түрде компанияның тазалығы, компанияның ресмилігі, және де ол компанияға кірердің алдында мән беру керек дүние, ол компания осы ұйымға кірген бе ресми, кірмеген бе? Себебі көп жағдайда менің басымда практикамда болды, бір компаниялар енді ғана жұмыс бастап жатқанда жабылып қалғанды. Ал DCA-дің құрамына кірген компаниялар өте серьезны, өте тұрақты, өте сенімді түрде жұмыс жасайды. Сондықтан да ол кәдімгідей өзіңді қорғап қойдым десеңіз болады, осындай компанияларға кірген болсаңыз. Екіншіден, мән беретін нәрсеміз ол жерде компания өзінің есебінен логистиканы реттеп қойған болу керек. Біз өзіміздің энергиямызды әр тарапқа шашпауымыз керек. Біз сетевой бизнесқа тұрақты түрде табыс табамыз деп келген болсақ, яғни біздің фокусымыз табыс табуға жұмсалу керек. Ал компанияның жаңағыда офисын ұйымдастыру немесе логистиканы ұйымдастыру деген нәрсені компания тікелей өзіне алу керек. Сізге қазір ұсыныс жасалып жүрген болса, сол ұсыныстың ішінде, ой, компания тұрақтап аяғына тұрып алсын, сосын сізге офис ашып береді, сосын логистикасын реттеп береді деген ертегіге сенбеңіз. Тағы да мән беретін нәрсе ол система. Ол компанияда лидерлерді дайындаған мектебі болса, келген партнерлармен, әріптестермен олардың деңгейін өсіруге бағытталған мектептер болатын болса, соған мән беру керек, міндетті түрде. Себебі мен өзім лидермін ғой, өзім системаны қойып алам деп, тағы да сіз өз фокусыңызды басқа бағытқа шашып төгіп алуыңыз мүмкін. Сетевой бизнесқа негізі лидер не үшін келеді? Ол сол сетевой бизнеспен тең серіктес бола отырып, өсу үшін келеді, яғни компанияның беріп жатқан статустарына жетіп, барлық жаңағы вознагражденияларды алуға келеді, барлық бонустарды алуға келеді. Сондықтан да компанияны таңдаған кезде міндетті түрде осы критерияларға мән беріңіз. Сізге ұсыныс жасап жүрген компания DCA, оны кәдімгі Google-дан іздеп тауып алсаңыз болады. Соның құрамына кіре ме екен? Жоқ па? Логистикасы дамыған ба? Жоқ па? Системасы бар ма? Жоқ па? Соған басты назар аударыңыз. Екіншіден, маркетинг. Маркетинг план зерттеп, міндетті түрде қарайтын болсаңыз, сіз ондай астарларды табасыз. Активация бар ма? Жоқ па? Активация жоқ болса, сізде өсу болады. Негізі керісінше айтады, Активация ол фундамент деген сияқты керісінше әңгімелерді айтады. Активация болған жерде сіз ай сайын өзіңіздің ақшаңызды салып отырасыз. Менің 16 жылдық бай тәжірибемде ондай тәжірибеде болған. Сондықтан да, міне, ол жерде балдар жинақтала ма? Жоқ па? Күйіп кете ме? Жоқ па деген. Міндетті түрде активациясы бар компанияда жинақтау болмайды. Өйткені активация жоқ па? Бірінші күннен бастап айдың сіз жаңадан бастайсыз, статусқа қайтадан жетуді. Жинақтау. Бұл маркетингте міндетті түрде мән беріп қараңыз, жаңағы балдар жасаған объемдарыңыз жинала ма, жиналмай ма. Тағы мән беретін нәрсе ол отрыв. Сен осындай статусқа жету үшін, сен астыңдағы партнердан осындай разница болу керек деген талап бар ма? Жоқ па? Міндетті түрде отрыв болмау керек. Отрыв жоқ, жерге бару керек. Выращивание дейді. Сен осындай статусқа выращивание жетуің үшін астындағы партнер міндетті түрде осындай статуста болу керек деген маркетингтен тондарыңызды алып қашып кетіңіздер. Себебі ол маркетинг дұрыс емес. Сен партнер болғаннан кейін энергияңды, біліміңді, уақытыңды арнап партнерға жұмсайсың. Ал партнер жаңағындай өспей жатсатын болса, сен оны
қолдан ақша құйып өсірмейсің ғой. Сондықтан да выращивание жоқ жерге бару керек. И уақытпен шектеу. Міне, бір айдың ішінде, 21 күннің ішінде дейтін маркетингтерден айналып жүру керек. Бұл енді менің көзқарасым. 16 жыл тәжірибе жинаған лидер, практик, ментор ретінде менің көзқарасым. Осындай нәрселер бар болса, жинақтау бар болу керек. Қалған активация жоқ, отрыв жоқ, выращивание жоқ, уақытпен шектеу қысу деген жоқ болу керек маркетингте. Тағы қатты мән беретін компонентіміз ол өнім. Өнімді міндетті түрде енді бірінші кезекте сапалы өнімде сапалы сертификаттар болады, иә? Жаңағыда ISO деген сертификаттар, GMP деген сертификаттар, халяль деген сертификаттар ол болу керек. Халық аралық деңгейде болу керек. Мынау аймақтікі, мынау елдікі ғана емес, иә? Себебі сетевой бизнесқа тұрақты өсем деп келген адам, егерде мына ұйымның ішінде болатын болса, ол әлемде 198 ел болатын болса, сол жаққа тарауға мақсат құрып келеді, иә? Ал енді жоқ, әзірге осы, сосын көреміз деген өнімге де сенім аз болады әдетте. Екіншіден, ол өнім, міне бірінші аңғаратын мән беретін мәселеміз ол сертификат. Екінші мән беретін нәрсеміз ол өнім аяқталуы керек. Мысал үшін, техника болатын болса, оны 15-20 жылға алып аласында, оған сұраныс жоқ. Сен бір клиентке екінші рет өнім сата алмайсың, иә? Ол жерде жаңағы бизнес партнер үшін өте үлкен риск бар. Сен жаңа адамдарды, клиенттерді іздеуің керек болады. Ал өнім аяқталатын болса, мысал үшін кез келген өнім, шампунь болсын, зубная паста болсын, бат болсын, жаңағындай өнім аяқталатын болса, сол өнімді сапасына көзі жеткен, эффектісін алған адамдар түсініп өзіңізге қайттан айналып, екінші рет клиент болып келеді. Менің енді өнімді тексергенде мән беретін жағым осы. Сертификаттары болу керек, тиісті, мен талап ететіндей. Одан кейін өнім аяқталуы керек. Және төртінші компонент, енді менің көзқарасым бойынша, ол наставник болу керек сізде. Сізге бизнес ұсынып жатқан адамның бэкграунды, ол мен үшін енді ол өте маңызды. Себебі сетевой бизнес бір-біріне ұқсағанменен де олардың да бір ерекшеліктері бар. Сол ерекшеліктерді ескере жүріп, үлкен табыстарға жетіп жатқан, команда еріп жатқан кісілердің соңына ерсеңіз, өз айтады, ол орта адамды қалыптастырады, тәрбиелейді, бейімдейді, бағыттайды, өсіреді. Егер де сіз жаңағындай өспейтін, жаңағындай бір чатта отырып, бір-бірінің адамын ұрлайтын, жаңағындай адамын өсірмей тізеден қағып отыратын кісілерге баратын болсаңыз, сіз де өспей қаласыз, иә, ол жерде. Сондықтан да жаңағы наставниктің бэкграундына қарау керек. Наставниктің опыты дейді ғой, тәжірибе. Жаңағы ол кісі мүмкін, ол енді ғана бастап жатқан кісі болатын болса да, ол кісі өте адекватный адам болу керек. Адекватный адам, ол бірге жүріп, бірнеше шыңды бірге бағындыра алатын адам сізбен жүріп. Енді мен өзім жаңа айтып отырмын ғой, тағы да қайталаймын, бір роликте неше рет болса да қайталауға шаршамаймын. 16 жыл тәжірибесі бар, әртүрлі 4 компанияда жұмыс жасап көрдім. Мен ол компанияларда регион аштым, үлкен региональный центр ұстадым, бірнеше лидерлар тәрбиеледім, саяхатқа командамды алып шықтым, автокөлік алдым деген сияқты дәрежелерге жеткенде, менің өзімнің жаңағы көзімнің жеткен, көрген, тәжірибеме сүйеніп, қазіргі таңда мен компания таңдайтын болсам, міндетті түрде осы компоненттерге, осы факторларға мән беремін. Сіз қалай таңдап жүрсіз, мен білмеймін. Өйткені біреудің бір сәт көзі ұнауы мүмкін, сөзі ұнауы мүмкін, өзі ұнауы мүмкін, бірақ жұмыс процесінде осы қандай да бір компонент дұрыс болмаса, міне орындықтың да 4 аяғы бар ғой, тура сол сияқты уже шатқалақтап, жаңағындай келген бизнесіңіз сізге жақсы нәтиже бермейді. Енді менің жаңағындай өзіме қуанышты жаңалығым бар. Осы 16 жылдық тәжірибеме сүйене отырып, қазіргі таңда мен бір керемет компанияны таптым. Сол компанияны мына критериялардың барлығын зерттеп, талдап келген кезде мен барлығына да положительно жауап бердім. Сондықтан да қазіргі таңда мен осы компанияммен Алла қаласа, мынау өмірімді, болашағымды байланыстырып отырмын. Осы компанияда керемет мүмкіндіктерге жетем деген үмітпен жұмыс бастап жатырмын. Қандай компания деп ойлайсыздар? Менің келесі ролигімді міндетті түрде қараңыздар.
сол роликте мен осы компания өзімнің таңдауым түскен қандай ерекшеліктермен, қандай артықшылықтармен айқындап алдыңғы қатарға шыққан компаниям туралы сіздерге айтатын боламын.